Малды пайдаға жарату каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: "Осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсең көрінбейді" деді. Үйші айтты: "Тапқан малымның бір бөлігімен борышымды өтеймін. Бір бөлігін өсімге беремін." Көрші сұрады: "Қойшы, батыр, сенің борышың бар ма еді? Және өсімге қанша ақша беруші едің?" деді. Үйші: "Қарт әке-шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімнен туған балаларды оқытуға, асырауға шығарған, малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе?" деді. Ыбырай Алтынсарин. Адамдық борышың. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шәкәрім Құдайбердіұлы Семей өңірінде туған. Ол өз бетінше оқып, араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгереді. Шәкәрімнің әдеби мұралары қазақ әдебиеті үшін асыл қазына болып есептеледі.